Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы тежеуіш жүйелерінің жұмыс істеу принципі. Қазір мен сіздерге бейнетаспа түрінде көрсетейін, түсіндіріп. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, автомобильдерде гидравликалық жетекті барабанды тежеуіш механизмі қолданылады. Ол тірек дискісіне орнатылған екі колодкадан, доңғалақ тежеуіш цилиндрінен, тірек саусақтарынан және реттеуіш эксцентриктен тұрады. Колодканың сыртқы бетіне фрикциялық жапсырма артындағысына қарағанда ұзындау, өйткені тежеген кезде ол доңғалақтың тежеуіш барабанына үлкен күшпен қысылады. Бұл оның біркелкі тозуын қамтамасыз етеді. Колодкалар бір-бірімен серіппе арқылы тартылған. Олардың төменгі шеттері тірек саусақтарына кигізілген эксцентриктің шайбысына, ал жоғарғысы доңғалақ тежеуіш цилиндрінің поршень сухаректеріне тіреледі. Колодка мен доңғалақтың тежеуіш барабаны арасындағы саңылау тірек дискісіндегі колодка астына орналасқан эксцентрик көмегімен ретке келтіріледі. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, доңғалақ тежеуіш цилиндрлі, оның дискісіне бекітілген корпустан корпусқа орнатылған екі поршеннен және сухариктен тұрады. Поршенде нығыздауыш ретінде серіппе көмегімен резеңке манжеті пайдаланылады. Цилиндрге шаң-тозаң түспес үшін ол екі жағынан резеңке қалпақпен жабылған. Міне көріп отырсыздар резеңке қалпақтарын. Цилиндр корпусына екі канал бар. Міне төменгі канал арқылы басты тежеуіш цилиндрінен тежеуіш сұйығы келіп түседі, ал жоғарғысы арқылы тежеуіш жүйесінен ауа шығарылады. Осы каналдың шығару тесігі резеңке қалпақты қайта жіберу клапанымен бітелген. Тежеуіш сұйығы басты тежеуіш цилиндрінен металл түтігі және резеңкелеген матадан солқылдақ шланг арқылы доңғалақтарға беріледі. Басты тежеуіш цилиндрлі сұйығына арналған резервуармен бірге құйылады. Міне оның корпусы автомобильдің рамасына бекітілген. Цилиндрдің қуысына поршень серіппе және кері қайтару клапаны орналасқан. Поршенге тесік істелген. Ол құрастырылған күйінде пластинкалы клапанның жапырақшасымен жабылып тұрады. Кері қайтару клапаны ұяға серіппемен қысылған, ал клапан табақшасында босан серіппелі айдау клапаны монтаждалған. Цилиндр үлкен және кіші қайта жіберу тесігі бар компенсациялы резервуармен қосылған. Тежеуіш сұйығы резервуарға тығынмен бітелген қақпақтағы тесік арқылы құйылады. Жұмыс кезінде бүкіл жүйе үнемі тежеуіш сұйығына толып тұрады. Міне өздеріңіз көріп отырғандай. Енді ары қарай осыны талқылаймыз балалар.